бұдан бірнеше жыл бұрын мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша маңызды заң қабылданды. 21 жылдан бастап біз осы олимпиада, халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарына біз осы бір реттік 5 миллионға дейін үстемақыны беруді бастадық. Ол халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарына және оны дайындаған ұстаздарға. Одан кейін біз қандай шешім қабылдадық? Бірақ бұл жерде тыс қалып қойған бір категория бар, ол халықаралық ғылыми додаларды жеңген балалар, олимпиада емес. Енді біз осы халықаралық ғылыми додаларға қатысқан және онда тиісті орын алған балаларға енді біз осы заңмен өзіміздің бастамамызбен оны түзетуімізді енгіздік. Ол қолдау тапты, заң болып шықты. Енді осы балалар және оларды дайындаған мұғалімдер, олар да дәл осындай екі мүмкіндік алады. Бірінші, ол жаңағы бір реттік үстемақы, 5 миллионға дейін, тіпті қазір енді МРП өсіп жатыр, 6 миллионға дейін бола ма. Ал бұған қоса ұбт-ны тапсырмай кез келген жоғарғы оқу орнына түсу. Бұл үлкен маңызды. Кейбір балалар бізде бар, халықаралық Менделеев олимпиадасы химия бойынша бірінші орын алады, екінші орын алады, яғни ол химия бойынша үздік, Қазақстан бойынша емес, тіпті әлем бойынша. Бірақ ол ұбт-ны тапсырғанда ол жаңағы басқа да тақырып пәндер тапсыру керек қой. Солардан аз балл алады, бірақ химиядан үздік, бірақ сол химия бойынша мамандыққа түсе алмайды. Бұл қалай? Бұл дұрыс емес қой. Сондықтан біз міне осындай балаларға керемет мүмкіндікті беріп отырмыз. Менің ойымша бұл өте үлкен, өте керемет, өте зор қолдау.